Қыздар, ханымдар, міне жаңағы біздің астат тестамыз қалды. Оны мен демалып тұрдым. Қазір осыдан лепешка жасаймыз, жақсы ма? Жаңағы тестамыз дайын болды. Тестамыз дайын болды. Әдемі домалақ формасын жасап алдым. Әдемі домалақ формасын жасап алдым. Менде мынандай осындай прибор бар, мына бетіне басатын. Сіздерде егер осы прибор болмай қалған жағдайда, ешқандай уайымдамаймыз. Мына екі вилканы осылай қосып қоямыз да, міне көрдіңіздер ме? Басы осылай тұрады. Осылай болғаннан кейін сосын былайынан бассақ, осындай дөңгелек точка болып басылады. Түсінікті ғой? Көп қылып былай басқан кезде точка болып басылады. Қазір мен сіздерге жақындатып көрсетем. Сосын тағы бір өрнек дейміз ба, бір ою дейміз ба, бірдеңелер жасайтын болсақ, міне мысалға мынаны бір осылай әдемі қылып, тағы да бір форма жасап, қазір сіздерге жақындырып көрсетем. Сосын бетіне жұмыртқа салып, жұмыртқа жағып, пешке қойып қоямыз. 200-ге қойсақ та болады, 180-ге қойып қояйын мен, 180, примерно 190-ға қойып қойдым. 25 отыңыз қызып тұрса, 25 отыңыз қызбай тұрса, 30 минутта дайын болады, 30 минут. Мына шетін мен мынандай қылып, қалай істедіңіз десе, мына екі қолымен мына екі жағын ұстағанда осылай басылды. Үлкен қылып жасасаңыздар да болады, үлкен қылып өзіңіз үйде үлкен қылып жасасаңыздар да. Осындай тура осылай үлкен. Мен үлкен қылып жасағым келмейді, өйткені ол текке қалып қоймасын деп жатырмын, овал. Кейін пицца жасаймын тағы да. Қазір мен жұмыртқамды дайындай берейін. Кешірім өтінем. Бір жұмыртқаны алып, былғап, енді қазір нанның бетіне жағамыз.
Жаңа өздеріңіз көргендей бауырсақтан қалған тестадан жасап жатырмын. Бұл тестаның барлығы емес, мен жартысын, осындайдың менде 3-еуі бар. Пицца жасаймын или басқа жасаймын деп алып қойдым. Морозилникке дайын теста болса, морозилникке қойыңыздар. Жарайды, ертең қолданамын ғой деп холодильникке қоймаңыздар, тек қана морозилникке қойыңыздар. Енді осыған кунжут сепсеңіздер де болады. Кунжут сепсеңіздер де болады, мінекей. Болды, міне дайын. Отымыз қызып тұр. 180-25 минутқа пешке қойып аламыз. Дайын болғаннан кейін міндетті түрде суретке түсіріп жіберемін. Сіздер де обратный отчет жасаңыздар, осындай нан жасап ертең жіберсеңіздер болады.